Осындай тамаша әсемнен кейін біз хабарымызды одан әрмен жалғастырамыз. Қымбатты ағайын, біздің қонақжай студиямыздың алғашқы мейманы да келіп жайғасты. Олай болса таныс болыңыздар. Мәулен Әнербай, Жетісу газетінің тілшісі. Қош келдің. Қош келдіңіз. Армысыздар. Көңіл күй қалай? Көңіл күй тамаша. Аздап тебіреніс бар. Енді тебіреніс, неге тебіреніс болып тұр? Содан бастайық. Бұның үлкен себебі бар. Өйткені ертең Қапшағай қаласында менің алғашқы шығармашылық кешім өтпекші. Содан. Енді Қапшағай қаласында неге дәл Қапшағайды таңдадыңыз? Алғаш Қапшағай қаласында деген айтылғаннан кейін де сұрақтар көп болды. Неге Қапшағайда, неге Алматыда емес, неге Талдықорғанда емес. Менің мектеп бітірген қалам Қапшағай. Алғаш кітабымыз шыққан кезде де облыс әкімінің орынбасары айтқан болатын. Кітап тек шығып, осылай қалып қалмасын. Әр ақынның туған жеріне барып, жағдай кітаптың тұсаукесер кештерін өткізіп, оқырманмен тығыз қарым-қатынас жасау керек деген. Сондықтан Қапшағай қалалық кітапханасы мен мәдениет бөлімі, мәдениет үйі бірігіп, осы шараны ұйымдастырып жатыр. Енді осы шара Қапшағайда бастау алады. Ары қарай гастрольдік сапарлар бола ма? Ол да мүмкін, бірақ Қапшағайдан басталып жатыр. Қапшағайдан басталып. Жалпы енді ерекшелік неде болады? Енді әр өзі кеш ұйымдастырған кезде осындай бір ерекшеліктерім болса, мені тыңдармандарым осындай бір кішкене бір қызықтар көрсе деп әркім жоспарлайды ғой. Өзің осы кешіңде қандай жоспарлар қойдың? Кеш дегенде басында бұны тек оқырманмен кездесу деп алдық. Одан кейін кітаптың тұсаукесері деп алдық. Бірақ ол жақта болатын нәрселер соған саймайды. Содан ойланып, ішінде мысалы кітаптың тұсауы да кесіледі. Театрландырылған көрініс те бар. Өзім әңгімеме қойылған көрініс бар. Мизам әдеби клубы бар, өздеріңіз білетін. Олар бар, өлең оқиды. Әншілер ән айтады. Сондықтан осының ауқымы кең болғаннан кейін шығармашылық кеш деп алдық. Енді қандай әншілер өнер көрсетеді? Біраз әншілер бар, жергілікті әншілер, одан кейін республикаға танымал Әліби Бегайдар мен Гүлнұр Нұрасылова әпкелеріміз барады. Енді әншілер келген кезде көбінесе өзі автордың сөзіне жазылған әндерді орындайды. Енді осы жерде сіздің өзіңіздің қолыңыздан шыққан өлеңдерге ән жазылып еді? Ән жазылмады, өзімде жазбадым, көбіне бас тартамын мен. Бірақ енді Әлібилер айтқан, егер жазалсақ, сол кешке дейін жазамыз деп. Ол да мүмкін, ол қолы да мүмкін. Енді осы жерде мен шығармашылық кештің атауына тоқтағым келіп тұр. Болашақты жасайық, жүрші бірге. Неге осы тақырып таңдалды? Біреуге айтылып тұрған сияқты, Енді көп қой, тарихқа тағзым деген немесе бір осы сөз бір өлеңнің бір тармағы. Одан кейін енді болашақты жасайық, жүрші бірге. Жастыққа да жарастырған сияқты. Оқырманды да қызықтыратын секілді. Сондықтан осыны таңдалды. Негізі өзі байқап отырсам, тақырып таңдауда өте бір ерекше бір тоқталады екенсің. Кітабыңның өзінің не? Күн қызы. Құпия сөз жазылған. Қыздың өзі құпиялы қойылған. Тақырыптың өзі болашақты жасайық, жүрші бірге. Құпиялық бір мәнге тоқталдың ба? Әлде өзің осылай бір адамдарды бір елең еткізіріп, бұл жерден не айтайын деп тұр екен деп кішкене ойлансын дедің ба? Негізі ақындардың өлеңінен кейін оқырманды көп мазалайтын сұрақ бұл кімге арналды? Бұл жырда кейіпкер қандай бақытты жан деген секілді. Осы сұрақ ең көп қойылатын сұрақтың бірі. Мәулен, енді сіздің осы күн қызы, болашақты жүрші бірге жасайық дегенде бақытты кейіпкер кім болды екен? Жаңа сөзім үзіліп кетті. Менің берер жауабым жаңағы күн қызы болсын, болашақ жасайық жүрші бірге секілді ішіндегі бір сөздер болса, солны оқып, сол жердегі оқиға өзінің өмірмен астасқан адам маған арналсын деп ойлаймын. Әркім өзін тапса ішінен. Тамаша. Енді жаңа өзіңіз айттыңыз, бұл кеште театрландырылған қойылымда болады деп. Енді ол қойылымның сценарийін кім жазды? Өзіңіздің енді кітаптағы бір әңгімеден үзінді ме, әлде өлеңдеріңізден бір қойылым ретінде қоя ма? Бір уыс әңгіме деген, бір уыс бидай деген менің алғаш жазған әңгімелердің бірі. Соған дайындалып жатыр. Негізі мен қонақ ретінде бара жатырмын бұл кешке. Қапшағай қаласындағы мәдениет үйінің қызметкерлері
ол жақта да шағын театр бар екен, солар дайындалып әзірлеп жатыр. Яғни өздері барлығын қолдарына алды ол кісілер. Иә, бәрін қолдарына алды. Ертең енді Қапшағай қаласында қай жерде өтеді, сағат нешеде өтеді, бәрін толығырақ айтып өтсеңіз, бізді көріп отырған ағайындар да біліп, барып тамашаласын. Кіру жағы қалай болады, ақылы, тегін? Ертең яғни 24-і Қапшағай қаласында, Қапшағай қалалық мәдениет үйінде сағат 3-те басталады. Ешқандай ақы алмаймыз, кіру тегін. Барлығы тегін болады. Барлығы тегін. Енді Алматыдан да біраз кісілер келеміз деп отыр. Қапшағай Талдықорғанға қарағанда Алматыға жақын ғой. Сондықтан біраз ағаларым, әпкелерім, інілерім де болатын секілді. Мәулен, енді кітап шығарып жатырсыз, құтты болсын дейміз тағы да. Міне, Алла бұйыртып жатса ертең шығармашылық кешіңіз деді. Енді бұдан өзге шығармашылығыңызда қандай әңгіме жазып жатырсыз, қандай жаңалықтар бар? Қазір көбіне прозаға қалам тартып жүрмін. Қандай әңгіме, қандай тақырыпта жазып жатқаным әзірше құпия болсын. Неге бір шағын бір анонс ретінде айтып өтіп кетсек, көрермендерді, яғни сенің өзің оқырмандарың қазір көріп отырып, Мәулен не жазып жатыр екен, ана кітап қашан шығады екен деп, сені де қайта-қайта мазалай берсін дегеніміз ғой. Онда тақырыбын айтайын, жаңадан бері тақырыпты айтып тұр ғой. Тақырыбы келіншек. Келіншек ақырын қыздан келіншек көттік. Қыздан өсіп жатырмыз. Жақсы. Енді ол қай уақытта шығады жарыққа? Жоспарыңыз қандай? Ол негізі дайын тұр. Бұйыртса республикалық басылымдарға берсем ба деген. Сол жақтан оқи аласыздар. Енді келіншекті біз де асыға күтеміз. Өзіңіздің расымен де Мәуленнің ерекшелігі оқырмандар да айтып жатады, пікір алмасып жатады, әріптес болғаннан кейін де білеміз ғой. Шынымен де тақырып таңдауда бір ерекше мән бересіз. Сізге енді көмектесетін жан бар ма? Нұсқап отыратын, айтып отыратын дегендей. Енді өнерде жүрген, өлеңде жүрген барлық ақын жазушылар менің ұстазым. Жаңағы Мұқағалидың сөз бар ғой. Шекпен жауып өзіне, қазақтың қарапайым қара өлеңін шекпен жауып өзіне қайтарайын деп. Ішінде тағы өлеңдер бар. Қауызын ал, дәнін қайтармаған деген секілді келетін. Сондықтан әрбір классиктің шығармасынан мен өзіме бір керекті нәрселерді алып отырамын. Яғни әр танымал жазушылардан өзің керекті жерлерді түртіп отырасың ғой яғни. Иә, дәл солай. Енді осы кешке оралсақ, бұл кеште енді елімізге танымал адамдардан кімдер болады? Жазушылардан, ақындардан? Енді жақында ғана жазушылар одағының Алматы облыстық филиалының директоры сайланған болатын өзіміздің Әмір Әрін ағамыз. Сол Әмір Әрін алға бастаған осы Жетісудың әдебиетін туын желбіретіп жүрген Жангелді Немеребай бар, Гүлбақыт Қасен бар, Сағыныш апайымыз бар, Қалмаханбет ағамыз бар. Алматыдан келетін өзім университеттегі ұстаздарым бар. Қарагөз Смәділ деген бүкіл Қазақстанға танымал. Одан кейін Ғазиз әпкеміз бар, жаңағы Жамбыл кітапханасының директоры. Сол секілді біраз кісілер болады. Яғни өзіңіздің жаныңызда жүрген, демеп, қолдау көрсетіп жүрген шын жанашыр жандар болады, иә? Иә, бұйыртса енді алғашқы кешім болғаннан кейін олардың үлкендердің ақбатасы маңызды ғой, солардың бір шетінен ақбатасын алсам деген ниет. Иә, тамаша. Енді осы жаңа өзіңіз әңгімеңізді айтып отырдыңыз, проза жазып жатырмын, әңгімелер жазып жатырмын деп. Енді кейде осы жазушылардың әңгімелерін оқып отырсаң, өздері қысқаша анонс беріп өтеді. Осы әңгімемді мен ең алғаш жазған кезде газет беттеріне шағын ғана әңгіме ретінде беріп отырдым, кейін оны романға айналдырдым деп, кейін түбінен зерттеп, толыққанды бәрін деректерін толтырып деп. Енді өзіңіз осы газет саласында қызмет еткеннен кейін жазып жатқан әңгімелеріңізді газет беттеріне жариялап жүрсіз бе? Иә, өзім қызмет жасайтын Жетісу газетіне үзбей шығып отырады әңгімелерім, өлеңдерім. Қазіргі енді дайындалып жатқан кітаптың да үзінділері шығып жатыр ма? Ол бірте-бірте, өйткені көп жазушыларды қарасақ, үзік-үзік әңгімелерін топтастырып бір романға айналдырып жатады. Иә. Сондықтан романға әлі жетпедік. Бұйыртса оған да жетерміз. Иә, енді жақсы туындыларыңыз көп болсын, халық оқитын оқырмандарыңыз көп болсын.
енді сұранысқа ие өлең жазатын ақынның, жазушының бірі болсын деп бізде тілек білдіреміз өзіңізге. Енді осылай өзіңіз біздің қонақжай студиямызға келгеннен кейін өзіңіз енді өлең шығарасыз. Осы жерде енді бір қонақ кәде сұрасақ. Жақсы, енді Қапшағайда мен бұйыртса кітабымның тұсаукесері ғой. Сондықтан мен осы студияда бір өлеңнің тұсауын кесейін. Әлі ешқайда оқылмаған, ешқайда жарияланбаған жазылды? Бұл өткен аптада бір сапарға шыққан кезде жолда жазылған өлең. Тақырыбы қандай енді? Бізге енді тақырыбы қызық болып тұр бәрінен. Бұл жол тақырыбы қарапайым, Қапшағай деп аталады. Жақсы. Оқып берейін, Қапшағай, желің шипа, құмың дерткем, көл бетін көкте жұлдыз күлімдеткен, тасыңда ай жатады шағылысып, тербеткен, бесік сынды суың неткен. Кешегіге ескерсек, арман бұл күн, құшағы құтқа толар барған ұлдың, шолпысындай сұлудың сыңғырлайды, самал сүйсе қауызын жарған гүлдің. Балшық кешсем, бал тамар балақтардан, жетілдірдің көп іске жарап қалғам. Бағындырсам, биікті кей сұлулар, сабазыңа үздігіп қарап қалған. Қылмың етті қыз беткен сырауғалы, шырқалады сезімнің қырдан әні. Бәрінен де білмеймін биік қоям, балалығым қап кеткен бұл қаланы. Тамаша, енді бұл өлеңнің ішінде де бір әйтеуір қызды жасырды әйтеуір. Қай әңгімеге тоқталмасаң да бір қызды жасырдың енді. Енді қазір бізді көріп отырған қаншама енді ару қыздар бар, енді өзіңе ғашық болып жүрген десек те болады. Енді о кісілер де енді кім екен деп іштері күйіп отырған шығар, енді мен айтып отырмын екен деп. Енді Мәулен, бүгінгі біздің қонақжай студиямызға келгеніңе алғыс айтамыз. Ертеңгі өтетін іс-шараң жайлы өзің тағы да бір мәрте қайталап өтсең, бізге жаңадан қосылған ағайындар болса, тағы да құлағдар болсын. Құрметті жетісу жұртшылығы, ертең 24 бейсенбі күні Қапшағай қаласының қалалық мәдениет үйінде болашақты жасайық жүрші бірге атты шығармашылық кешім өтеді. Мені жақыннан танығыларыңыз келсе, білгілеріңіз келсе, сол кешке шақырамын. Осы кеште біраз құпия ашылатын сияқты, енді елдің бәрін қызықтырдың. Барлығы келеді деген ойдамыз. Енді келгеніңе рахмет. Ертеңгі шығармашылық кешің өте жоғары деңгейде өтіп, тіпті елдердің бәрі тағы да сұрап, 2-3 4 рет тағы да өткіз деп қайта қоймай өзінен сұрай берсін, кеш өткізе бер. Енді тек қана бір Қапшағайда шектелмей, Талдықорған қаласына да келіп өткіз. Шығармашылық өрлеу, табыс, отбасыңызға амандық тілейміз. Ардақты ағайын, ал біз хабарымызды одан әрмен жалғастырамыз. Эфирде шағын ғана жарнама.